саната, YF деген саната бар. 2011-12 жылдары шыққан. Сонда қанша миллион болды теңгемен қанша теңге болды? Примерно до Алматы 2,5 миллион теңге алып бергенбіз. Былайша айтқан кезде наркотик қой. Түріне 100 мемлекетке кіріп шыққанына қарамай допросқа жібере береді ғой. Су кешіп жүріп қыстың күні жұмыс. Жылаймын ғой мен кәдімгі. Енді ондай қара жұмыс істеп көрмеймін ғой мен. Балалар қазғандай ғой. Мен қайтам деймін ғой. Өйткені Кореялар керек емес маған. Сосын кәріс жалбыт сеткен ба маған. Сосын ертесі анау жұмыс берушілер айтады жігіттер сендерге жұмысқа шықпай ақ қойсын деп отыр. Бір апта баняда қонамын ғой мен. Қара жұмыс істеді ғой стройкада. Бір жыл тоқтамай қара. Өйткені кәріс тілін білмесең жұмысқа тұру өте қиын. Өте андай не халық қой, ақ көңіл халық қой негізі. Ішінде ақша толыла жататын мысалға. Ең қымбат машина осы күзде алып келген Урус, Lamborghini Urus Performante, жасыл цвет, андай салатовый цвет жүр ғой. Бір ай жұмыс жасайсың да, 3,5 миллион 4 миллион болын шығады. Барасында 3,5 миллион емес, 2 миллион дерсік санатта мініп алсың, 2010 жылғы 2008 жылғы газбен 2 литр зыңдайын мініп аласың. Полный тонированный. Сол Камриімді 100% ұрып алам, полный. Ішінде кім отырған көрінбейді. Мен әлі бір Ақтаудан, батыс жақтан адам кездестірмедім ол жақта ше. Көкшетаудан кездестірген шок болып қалдым. Ассалаумағалейкум құрметті көрермен, сіздермен мен Самат Серікбай, виза эксперт әрі Ала виза компаниясы негізін қалаушы. Бүгін біздегі кезекті подкаст. Бүгін бізде қонақта Ернұр. Бүгінгі подкастымыздың тақырыбы Корея мемлекеті болмақ. Барынша пайдалы ақпарат беруге тырысамыз. Ернұр, ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Студиямызға қош келдің. Қош көрдік. Өзің туралы айтып, кішігірім таныстырып кетсең. Қысқаша есім Ернұр болады. Тараз қаласының тумасымын. Сол белгілі жағдайларға байланысты Корея мемлекетінде 3 жылға жуық сонда өмір сүріп жұмыс істеп келдік. Қазір таңда енді 4 ай болып қалды, Аллаға шүкір. Қазақстандамыз. Кореяға рахмет. Ең бастысы жағдайымыз жасап берді ғой. Кішігірім ақпарат бере кетейін. Ернұр екеуміз жалпы бұрын бір жерде жұмыс жасағанбыз. Одан кейін яғни Баракат экспорт дейтін нарықта машамен айналысатын үлкен компания бар. Кореядан маша таситын. Яғни сол компанияның основателі Ернұр. Кореяда 3 жылдың ішінде енді біраз өмір көрдіңдер деп ойлаймын. Мен өзім Кореяда 2 рет болғам. Бірақ екеуінде де бірінші рет барғанда 1 апта, екінші рет барғанда 2 ай болып келген болатын. Енді бүгін тақырып Корея елі болғандықтан, сол Корея туралы ақпарат бере кетсең, қашан бардың, қашан келдің, 3 ай болды, немен айналыстыңдар, не істедіңдер деген сияқты тұрмыс тіршілігі, қазақтар жайлы айта кетсең. Енді осы подкаст түсінбесе де кәрістер көріп отырса, кәрістерге рахмет үлкен. Қазақтар сөйтіп жылы қарсы алады. Кореяға 2022-ның ноябрь, октябрь айында ұшып барған болатын. Ешқандай дайындықсыз. Айтады ғой, тупо, короче, несін. Кетасын, одобрение алдым да, билет алдым да, туда обратно. Аэропортта өзім шығарып салған едім ғой. Аэропорт самолетпен шығарып салған лично. Алматыға келіп, Алматыдан ұшып кеттік. Ала қолда байтер. Еще неден допроссыз, ештеңкесіз өзім өтіп кеттім. Визовый сұрап, паспорт пустой. Пустой, новый паспорт. Кета бірінші попыткадан шығып кетті ма? Бірінші попытка еще 2 сағатта шыққан одобрение. Еще андай. Өзі негізі кета андай болады ғой, бір моменттер. Одобрение бермейді мүлдем. Адам мүлдем бермейді. Сен қой 150-ге кіріп шықсан да, печати болса да, саған бермейді. Ал сенде кейбір моменттер болады, пытырлатып бере береді, короче. Бәрібір да. И сондай моментке түсіп қалдым ба, әйтеуір күздің күні болатын, сөйттім да 2 сағат па, 3 сағатта одобрение келді. Кетаны тапсырдық, бір жігіттер тапсырып берді ақшасына. Сөйтіп соны одобрение алдым да, жүрдім еще ойланып бір 2 апта ма, 3 апта ма, өзі еще банкте жұмыс істеймін. Қарыз деген нормальный, короче. Бірақ банктен алып жатқан айлық жетпейді. Сонымен Корея кетейін ба, кетпейін ба. Как раз Корея хит болып жатқан кезі. Қазақстан почти жартысы сол жақта жүрген кезі, кетіп жатқан кезі. Сонымен әйтеуір бір күн үйде жаттым да, как раз астында қара девяткам болатын. Соны дос балам қоймай сұрап жүрген. Сатмаған, енді состояниесі мықты болатын жағдай. Соған саттым да, әкестедім да, короче, несін билет алдым да, туда обратно ұштық қой. Ұшып бардық. Сөйтіп рейс қалай болды? Алматы, Сеул? Алматы, Инчхон.
Инчхон. Инчхон ғой, жақта главный международный аэропорт. Инчхонға ұшып бардым, Алматы, прямой рейс, Эйр Астана. Туда обратно билет алдым. Таможнядан кіріп алғаннан кейін. Таможнядан кіріп, самолет қызық айтып берейін ба, ең қызықты. Самолет, короче, ана естіп алғанмын ғой, кейбір әңгімелерді, ақпараттарды, короче, бірінші өтуге тырыс деп ше. Почему? Потому что анау таможня контрольда отқан адамдар, енді олар да адам ғой, пенде ғой, енді жынданады, қанша адам алдынан өтіп жатыр да, кейбіреулер енді андай түсінбей жатады, не істеп жатады, сонымен нервничать етті, короче. Түріне 100 мемлекетке кіріп шыққаннан қарамай допросқа жібере береді ғой. Мен соны естіп алғанмын, сөйтіп самолет қонады, қонған кезде багажым енді ана жақта өзіммен бірге курткам ғана бар, курткам жаймен қолыма аламын да, самолет тоқтап жай жүріп барады ғой, неге анау гейтқа дейін ше, коридорға дейін ше, нені зацеплять ету үшін. Сол жерге дейін жай жүріп барады, мен жаймен тұрамын да, короче, жүгіріп жай алдыға қарай жүремін, чтобы самолеттен бірінші шығып кету керек маған ше. Сөйтіп самолеттен анау стюардесса келеді, отырғызып қояды, сонымен барамын да еще бизнес класстың несіне отырып аламын ғой, орнына ше. Қонды бірінші шығамын да жүгіремін, короче. Жүгіремін. Паспортный контрольға. Паспортный контроль. Ол кезде еще екіге бөліп қояды ғой. Кәрістер бір бөлек өтіреді, иностранецтер бір бөлек өтіреді. Иностранецтер бөлек жақтан, басқа жақтан өтеді. И одан кейін ол кезде карантин жаңадан басылып жатқан кезде, ол жақта еще анау QR кодпен строго кіргізетін тұрсы, сен вакцинированный, нем бәрі бар, анализдардың бәрі бар. Сөйтеміз да, сол жерден бірінші өтемін да, барсам, либо Таиландтан, сонда или Вьетнамнан ба келген, короче, адамдар өтіп отыр екен. Солардың арасына кіремін да, солармен бірге өтіп кетемін ғой мен, короче. Кейін қараймын, багажым күтіп отырмын, бір қазақтардан бір 3 па 4 адам шықты ғой, короче, қалған бәрі, подвалға, допросқа. Ары қарай білмеймін, ол кісілер өтті ма, допросқа өтпеді ма. Енді астынан подвалға допросқа түссең, шықпаған екі талай нәрсе ғой. Орта даже 50/50 дейтінде не жоқ қой. Вероятность өте төмен ғой. 80-ге 20 ғой. 10 адам. Мен кейін келдім ғой Кореяда жүрген кезде, екі досым мен бір туысқаным келді артымнан шағалдап. Олар допросқа кіріп 4 сағат отырып допроста сөйтіп шықты ғой. И то, короче, мен бізбен бірге стройкада жұмыс істеп жүрген өзбек жігіт бар еді, оның визасы бар. Ол өзбектер ол жақта спенлот жүре береді, визамен официально. Соны, короче, попросить деймін, одан 7-местный машина бар еді да. Барып күтіп алайықшы деймін да. Давай дейді. Сөйтіп аналардан сұраған ғой, сендер күтіп тұрған біреу бар ма деген, иә деген. Сөйтіп мен номерін берген. Маған кәдімгідей неден звондап отыр ғой. Видеозвонок па? Жоқ, кәдімгі миграционка звондап отыр да. Простойға звондап. И мен ана көріп тұрмын, короче, сезіп тұрмын, сөйтіп аламын да, кімге болған өзбек жігітке беріп жіберемін. Ол кәрісше біледі өзбек. Ол кәрісше біледі, еще оның визасы бар. Это ол аяқ астынан, короче, гарант болып кетеді ғой. Үшеуіне гарант болып кетеді да, сонымен үшеуін сөйтіп өткізді. Еще 80-20 ғой, олар уже болды 100% кетіп тұрған негізі ше. Сөйтіп соңғы моментте ішінде ана бір досым ағылшынша жақсы біледі да, ағылшынша сөйлеп түсіндіріп, короче, сөйтіп барып сөйтіп шығарып алған жағдайлар болған ғой. Кореяға келгеннен кейін қандай қалаларда болдың? 3 жылдың ішінде қанша қала тұрдың? Енді өзі Корея кішкентай мемлекет қой. Иә, кішкентай. Мына жағы мен мына жағы 400 километр қателеспесем. Бір Алматы облысы ғой, былайша қарап тұрсаң, бір Алматы облысы, или болмаса Тараз бен Алматының ортасы 450 километр ба. Мына Сеулдан Пусанға 450 километр, 3 сағатта смело барасың. Адам оңтүстігі мен солтүстігі там 300 чем-то даже 400-ге де жетпейді. И басында барған кезде ең бірінші қандай жұмыс істедің? Қай қалада тұрдың, сол жайлы айта кетсең? Ең бірінші, короче, самолеттен бағана неден өтіп алдым, сонымен бір жігіттер күтіп алды, сөйтті де олар маған барды. Инчхон деген қала ғой бағана. Сол жақта Саданжи деген район бар. Самый Кореяда знаменитый район. Енді ана жаққа кірсең, бір Қазақстанға кіргендей боласың. Өйткені бүйтіп қарасаң, Чайхана, былай қарасаң, Самарқанд сондай да, енді өзіміздің енді орысша жазулар. Өзбек, қырғыз ағайындар, короче, полный магазиндерін бәрін ашып тастаған да сол жақтан ше. Сол районға барып, сим-карта алып берді. Сим-картадан кейін сим-карта алып, тамақ ішіп алдық та. Бас терминалға апарып, бас терминалдан билет алып берді. Бас терминал деген біздің автовокзал ғой. Иә. Сол жаққа барып билет алып берді. Сонымен мен автобусқа отырдым да, Чемпионг деген қала бар. Ең бірінші қала. Корея бірінші рет келіп тұрсың. Корея бірінші рет келіп тұрмын, жалғыз өзім еще кетіп бара жатырмын. Азанға сағат 8-де түскем. Азанға сағат 8-де, уже кешкі сағат 8 қараңғы болып отыр. Күн суық, қандай қар жауған как раз мен барған кезде. Сөйтіп Чемпионгтен қалаға бардық, ол жақтан жігіттер күтіп алды. Үйді жайғастырып, барсам үй дайын. Осы орайда
осы подкаст көріп отыр Нұрбек деген Аха. бауырыма Ең алғаш күтіп алып, ең алғаш күтіп алып шақырғанда сол жігіт қой шақырған, жалпы иә, Кореяға келді. шақырған сол. Сөйтіп чемпионг деген қалада 2 апта ма жүрдік қой, жұмыс таппай, короче. Жұмыс жоқ. Жұмыс жоқ. 2 аптада бір 2 күн жұмысқа шықтық. Еще арбайт деген арбайт түсіндіре кетсең көрермендерге не ол арбайт? Арбайт деген нәрсе бар. Былайша айтқан кезде цивилизованный андай бізде не бар ғой? Көшенің бойында ана биржа дейді ғой. Иә, тұрады ғой көшенің бойында. Сен барасың, мынандай жұмыс істеп айтасың. Мынанша беремін, келсесің, алып кетесің адам. Иә. Тура сол сияқты, бірақ офиста отырасың ба, кофе ішіп, короче. Иә. Жақсы киініп аласың да, келеді, киімдерін салып аласың, келеді, айтады, маған бүгін мысалы мынандай заводқа или мынандай жерге, короче, мынанша адам керек дейді. И түріне қарайды, примерно сен ауыр көтере аласың ба, солай жұмысқа алып кете береді да. И ол жақта стабильный бір баға. Андай жоқ, короче, қандай жұмыс істедің деген сияқты жоқ, стабильный бір баға, басында алған баға 130 мың вон. Заводқа шыққан. Теңгеге шаққан кезде қанша теңге? 130 мың, 45 мың теңге болатын. Таңнан кешке дейін неше сағаттық жұмысқа? 45 мың теңге. 8 сағаттық жұмыс. 8 сағат істейсің, 45 мың теңге. Обед, еще чам дегендер болады. Ішіне кіреді, яғни заводтан. Бәрін заводтан береді. Чам деген азанда полник деген сияқты. Азанда и обед деген 2 рет болады. Смело любой время қалған уақытында бар темегін перекурын жасайсың, без конца жасай бермейсің да. Ол да ұят та. Ертең саған сен үстінен бағана арбайтқа жаман комментарий не қалдырса, сен жұмысқа шығармайды. Сол үшін бірінші күн балалар оқыту жүрген ғой, бүгін жұмысқа шықсаң, короче, жұмысты ұр деп ше. Көзге түсу керек, главное. Барасың да, соңғы күн дамай жұмыс Кореяда соңғы күн жұмыс істеп жатқан сияқты тұрасың ғой, короче, жұмысты ше. Сөйтіп заводқа шығып келем, ет сортировка жасаймын, короче. И то бір 3 күн ба арбайтқа барып жүріп, сөйтіп содан кейін жібереді. Ет сортировать етесің, короче. Ет шығаратын завод ба сонда қалай? Аха, Лотте бар ғой. Иә, Лоттені, короче, мировой бренд қой, корейский самый номер 1 бренд. Лоттенің, короче, ол жақта заводтар көп. Бір дәу завод болады, чисто ет, дәу завод болады, чисто шоколад деген сияқты, солай бөліп тастаған да өздері. И мен соны ет сортировать ететін, ет соятын, короче, несіне заводына түсіп қалған бірінші күн. Қасымда 2 кәріс шал, вообще кәрісше білмеймін. Мүлдем білмеймін кәрісше. Анёл-зайоны білемін, короче, амандасы дейді, оны үйретіп қойған балалар ше, болды, одан басқа сөз білмеймін. 2 кәріс шалмен жұмыс істедік, азаннан кешке дейін ол екеуін тіл табысып алғанбыз, переводчик арқылы сөйлесеміз, телефон шығарып. Мен жүрген жерім күлдіріп жүремін ғой, ол кәрісше білмесем де, бірақ күлдіртемін ғой, короче. Переводпен анекдот айтамын ғой, телефонмен, короче. Сөйтеміз де. Азаннан кешкен жұмыс істеймін, видимо, содан кейін жақсы, мен туралы жақсы пікір айтқан ғой, арбайтқа ше. Ертесін барам, бірінші жұмысқа жібереді ғой, короче. Арбайтқа барам. Енді андай арбайтта тегін кофе тұрады, короче, кнопканы басасың, фук деп астынан мынандай кішкентай осындай түбіне ғана құйып береді. Түбіне ғана кофе құйып береді. Тәтті болады ғой, анау Максим деген кофе. Соны алып, енді кофемді алып жатқам. Менің кәрістер Ерунури дейді. Тілдер келмейді. Тілдер келмейді, Ерунури. Ерунури К дейді ғой, кетік деп жатыр да, короче. Маған айтып жатыр. Барсам бір кәріс тұр, 3 бала, қасымда 2 қытай, жалғыз мен, еще мен тіл білмеймін ғой. Бір кәріс алып кетіп бара жатыр. Қараңғы дала азан мен. Прям ертесі күні ғой. Сөйтеміз де неге барсақ, андай бір мост соққан ғой. Кәрістер ше. Кішкентай болғанда, бойынан енді приблизительно бір 5-6 метр асты сондай машина өтетін мост соққан. И соның астында пом бұзу керек қой, короче. Пом деген опаловка. Сол жерге барамыз, сөйтеміз де андай аяғымызға резина етік беріп қойған, қыстың күні ойлаңызшы. Анжон емес қой? Анжон емес. Резина етік беріп қойған, почему? Потому что астында су ағып жатыр ғой, мосттың астында су кешіп жүріп, қыстың күні жұмыс. Жылаймын ғой мен кәдімгі. Енді ондай қара жұмыс істеп көрмеймін ғой мен. Балаларға звондаймын ғой, мен қайтам деймін ғой, бүйткен Кореяларың керек емес маған. Балалар күледі, короче, сөйлеп менші. Әлі бір айда болмаған? Әлі бір ай емес, бір апта болған, Кореяға келгенім бір апта болған, короче. Сөйтіп жүрген кезде обедте жұмыс бітіп қалады ғой. Обедте бітіріп тастағанбыз. Ол жарты мостты бір күн бұрын басқа балалар келіп бұзып кеткенде, ертесі күні біз бұзып кеткен, обед ішеміз де, бізге қайта беріңдер дейді, қолымызға 150 мың вон береді сол жерден. 150 мың вон, ол кезде бір 50 мың теңге, 55 мың теңге. Қуанып алғансың, одан бетер желание ашылған, ертесі күні барасың, қайт жұмыс жоқ, короче. Сөйтіп жүрдік, сонымен болмағаннан кейін уже заводқа кету керек болды. Сөйтіп неден
акта телеграмдар да обычно жұмыстар, жұмыстардың чатқа, бәрі группаға чаттар, группалар, телеграмдар кіресің іздейсің да. Сөйтемін да Кеме деген қаладан кораблестроениеға барамын ғой жұмысқа. Анау кораблестроение не істейді? Кеменің, короче, детальдарын мен де естігем, бірақ Пусандағы заводта істеген. цинковать етеді, короче, цинкпен қаптайды да, сыртында бассейн болды. Цинк еріп тұрады, короче, бассейндер. Соған бүйтіп кранмен андай нелермен алып келеді да, ішіне батырып шығарады, короче. Барам сояққа барам, анау жұмыс вообще ауыр ғой, короче. Еще жататын жеріміз 20 тонналық контейнердің ішіне жатамыз, 2 бала ше. И оны ой жақтан да не жоқ қой. Мысалы бізде батарея не болады ғой, нелер, жылу. А ол жақта чисто теплый пол ғой. Любой Кореяда, любой жер теплый пол болады ғой. Анау теплый пол тура ортасында ғана істейді ғой, короче. Қалған жерінде істемейді. Екеуміз матрасын былай төсейміз да, екеуміз теплый полды 2-ге бөліп аламыз ғой. Ол азанған жаурап жатасың, короче, 2 күн сөреді. Оны айтамын, қой. Мына істейтін жұмыс емес. Сөйтіп жүрген кезде бір Ошо точно қайтамын елге дедім ба? Бір кәріс шалмен ұрысып қаламын ғой. Сол жерде ол маған бір нәрседе ұрысады. Ана характерін басына көрсете бересің ғой енді. Характер анау бәрін көрсете бересің. Кейіннен түсіндік қой, характер көрсетпей кішкене я деп жұмыс істей беру керек. Көне салу аға, өйткені солардың еліндесің, солардың жұмысын істеп жатсың, солардың ақшасын алып, солардың нанын жеп жатсың деген сияқты. Сосын кәріс жаловаться еткен ба маған. Сосын ертесі анау жұмыс берушілер айтады, жігіттер сендерге жұмысқа шықпай ақ қойсын деп жатыр. Қайтамыз дедік, сосын қайттан чемпионға келеміз ғой. Чемпионды 1-2 күн жүреміз, сонымен бір Макс деген жігіт не тауып береді ғой, почтадан жұмыс тауып береді ғой. 18 сағат. 18 сағат қанша теңге, қанша вон төлейді? 210 мың вон төлейді, 85 мың теңге. 18 сағат жұмыс. 18 сағат. 18 сағат не істейсіңдер сонда? Фураға, короче, жүк артасың. 18 сағат, ойлашы, бірінші күні 18 сағатқа түсем, аяқ істемейді вообще. Жүре алмаймын ғой да такой себе. Жүре алмаймын. Фураға тиесіңдер, 13 фура теп тастағанбыз ғой, 2 бала, 18 сағатта. Сөйтсек жұмыс істеуге болмайды екен почтада. Жай жұмыс істеу керек екен ғой. Сендер яри-гери ұрыватсыңдар. Сонымен пали-пали деп қояды, пали-пали тез-тез деген сөз ғой енді. Алар пали-пали деген сайын ұрасың ғой. Бірақ енді андай жүк, ондай ауыр жүктер емес, кішкентай заттар, жеп-жеңіл, лайнмен еще прям фураның ішіне кіргізіп беріп тұрады. Аяқтан жүк келіп тұрады, просто жинап тұрасың болды ше. Бірақ енді аяқта тік тұрып, короче, 18 сағат демалмай жұмыс істейсің ғой. Ол жақта тура сондай. Өзің қалған уақытында барып бір темекі шегіп келсең болады. Бірақ енді без конца шыға бермейсің. 2 сағатта, 1,5 сағатта бір барып шығасың. Сөйтіп 2 аптадай сояқта жұмыс істедік. 2 аптадан кейін Ансан деген қалаға көштім ғой. Таныс братан бар еді, сол звондайды. Кореядасың ба? Иә, Кореяда. Жұмысым бар ма? Почтада істеп жүрмін. Келмей саған жұмыс дайындап қойдым деп Ансанға шақырады, қайт почтаға тығып жібереді ғой мен. Тура сол жұмыс. Басқа жұмыс деп ойлап қалдым ба? Сонымен и ол моментте еще балалар мені стройкаға шақырып жүрген, таныс балалар ше, қой стройка дегенді айтпа деп жүрген. Ана мосттан кейін вообще бет қайтып қалған ғой. Мостты бұзғаннан кейін ше. Сөйтеміз да почтада істеп жүрмін. Почта андай бір момент болып қалады. 1 аптадай, короче, жұмыс жоқ, азақ адам шығады, короче. Почтада бұрыннан шығып жүрген өздерінің бір нелері бар, жұлдыздары бар почтаның, только солар шығады енді. Біз енді қосымша адам керек келген кезде ғана шығып жүрдік та, объем көп кезде. Сөйтіп сол жерде Тоха деген жігітпен танысып алдым. Сол Тоха, короче, бір мебельный завод цехқа жұмыс табады. 1 апта сол жақта Масонг деген қала бар. Сол жаққа барып 1 апта мебельный цехта. Қаяқта жұмыс бар, сол қаладан қалаға 2 ортада жүрсіңдер, иә? Жүре бересің, главное ақша тапсам болды. Аяқта 1 күн жатсаң. Аралары жақын-жақын. Иә, жақын-жақын. Автобуспен, таксимен, пойызбен бара бересің. Тоханың машинасы бар еді. Сол машинамен маған выгодно, Тоханың жанында жүрген машинасы бар, жүре бересің любой время. Масонг деген қала бар, сөйтсем Масонгты Тоханы таныстырады екен да. Әпкесі маған сондай тұрады екен, ол сол жақта. Соның үйіне жатады да, а менде жататын жер жоқ. Кореяда 24 сағат баня істей береді сауна. Шомылсың, 2-ші этажына көтерілсең, андай площадка жататын жерлер болды өзінің.
сөйтіп бір апта баняда қонамын ғой мен. Күніне қанша теңге төлейсің ана баняға қонуға? 10 мың вон ғой, 3,5 мың теңге. 3,5 теңге. Сол жерде рамен жеп аласың, Ішінде бәрі бар, тамағың бар, тамағың бар, жататын жері. жататын жерің. Түнде келесің да, жұмыстан кейін түнде сағат 2-де ма 3-те келесің да, жақсылап баняға түсіп аласың да, свеж болып ұйықтайсың ғой. Банядан кейін ұйықтаған негізі кайф қой. Еще анау кореян баняларында біз сияқты кішкентай емес қой жалпы. Каждый несі бөлек там парилканың қанша түрі бар, бассейннің қанша түрі. Парилканың бір 5-6 түрі болады. Бассейндер градуспен ыстық 5-6 бассейн. Раздевалкасы бөлек, тренажерка обязательно бар еді. Тренажерка обязательно бар, аха. Сөйтесің де бір матрасыңмен сізге оранжевый мына жерден келетін шорты футболка беріп қояды. Американ түрмесіндегі оранжевый шорты мен футболка береді өздері. Баня кіресің де ұйықтайсың ғой. Азанда ма обедте ұйықтан тұрасың, тоқа келеді, сонымен тоқамен қайтадан жұмысқа кетесің. Енді сол сен істеп жатқан кезде бір Кореяда жалпы қанша қазақ өмір сүреді жалпы, бір енді нақты цифра болмаса да примерно? Приблизительно мен сол кезде жүргенімде 40 мың қазақ деп естідім. 40 мың қазақ целый Кореяда, 40 мың қазақ целый Кореяда. Негізі қай жылдары басталды бір Кореяға кіріп бір актуальный болып, негізі оның алдында бұрын рабочий виза болды ғой? Бір қызығын айтып берейін сіздерге, осы жақында дос балам үйленді. Жақында дос балам тойына бардық. Енді дос балам Кореяда отыр ғой тойы? Жоқ, Қазақстанда, Шымкентте отыр. Соның тойында отырық, 2 кәріс келеді. Тойына. Кореядан 2 кәріс келеді. Сөйтіп бір үлкен мужик келіп аналармен кәрісше сөйлесіп отыр. Понимаешь? Үлкен мужик келіп кәрісше сөйлесіп отыр да. И сонымен кейіннен сұрастырсам, сол кісі кезінде Кореяда болып кеткен екен. Ал оның қазір баласы, осы бір жыл болыпты Кореяда жүргеніне ше. Баласы 19-да ма, видимо, сондайда 19-да деп. Сол кісі сонда 19 жыл бұрын Кореяда болған ғой. Сол анау кәрістердің сөздері бәрі естерінде қалып кеткен. Бізде бір клиент келген, паспортында тура Американ визасына ұқсас Кореяның рабочий визасы болған, который 1 жылға берілетін. 92 жылмен қателеспесем, сол бір 2001-2002-ге дейін болды ма, кейін рабочий виза алып тастады. Бұрын жалпы Корея виза болды, кейіннен безвиза режим болды. Кейін осы карантиннен кейін ғана кета шыққан еді ғой, оған дейін безвиза кіріп шығып емін еркін жүре береді. Жалпы енді 3 жылдың ішінде сен 3 жыл бойы яғни қара жұмыс жасамадың. Жалпы машина саласынан қалай келдің? Жаңағы Баракат Экспорт компаниясын кіммен аштың? Жалғыз аштың ба? Жаңағы ашуға не себеп болды? Келу жолы қалай болды сол сфераға? Кореяға барғаннан кейін тура 1 жыл мен не жұмыс істедім? Қара жұмыс істедік қой стройкада. 1 жыл тоқтамай қара жұмыс. Тоқтамай. Даже моменттер болған. 3 айдай ма? 3 айдан аса даже воскресенье демалмай. Ана жақта Кореядандай ғой, негізі адам баласы бір жандай демалып қалсаң, жұмысқа желаниең болмай қалады. Бір күн демалып қалсаң, соны ұра бере, соны жұмыс істе ше. Жұмыс істемейін десең, Қазақстанда кредиттерің қарыздан қысып тұрады, короче, все время. Даже андай моменттер болатын ғой. Жалпы Кореяға бір қызық информация, енді бір сұрақ болсын. Кореяға кеткен кезде бір қанша кредит қарыз болды басында? 18 миллион. 18 миллионмен кеттің. 18 миллион кредит қарызы бар. Соны 1 жылдың ішінде жаптым ғой. 1 жылдың ішінде сол жақта жұмыс жасап. Даже бар ғой, Самат айтайын саған, стройкада жұмыс істеп жүрген кезде, обедтен кейін, стройкада обед 2 сағат, стабильно 2 сағат береді саған. Обед 15 минут тамақ ішесің да, барып 1,5 сағат ұйықтап аласың ше. И обедтен кейін келеді да, сол жерде анау саджан дейді ғой. Саджан деген, жоқ, начальник деген, бастық. Сол бастықтың оң қолы болады, паджан дейді оны. Паджан деген бригадир бағана. Сол бригадир келеді, сен айлығын беріп кетеді. Обедте ғана сен қолында 130 мың, 140 мың вон болады да. Кешке келесің, Қазақстанға салып жібересің. Кредиттерін жабу үшін ше. И 10 мың вонның тамағын сол кезде 3 күнге жеткіземін ғой. Продукт аласың? Или сол рамен аласың магазиннен, Сиуға или 7-Eleven деген магазин, самый знаменитый Кореяда. Кіресің да, 3 күнге жететін раменіңді аласың. Енді обед жұмыстан ішіп береді, только ужин ішесің ғой. И нан, мен басында стройкада істеп жүрген Шива деген қала тұрғам, Ансан жәнде. Только китайский район ғой, Қытайлар тұрады ана жақта. Ана жақта, короче, нан андай. Енді сен білесің ғой нені? Кореяда нан либо күріштің нан болады, или болмаса бидай нан, тәтті нан, оны жей алмаймыз біз. Булочка сияқты қойды. Сөйтіп бір күні ана китайский районда аралап жүрсем, бір орысша жазып отыр ғой магазин ше. Кірсем, кәдімгі біздің тараздікі ғой, еще этнический кәрісі апалар ғой, короче. Цех ашып алған да, сол нан, анау. Сөйтсем бәрі білеткен, мен ғана білмейді екен ғой. Нан сататын сияқты. Нан, пирожки, сосиска в тесте, самса бәрін сатады. Сол жерге нан алуға кіремін. Біліп алғаннан кейіннен кейін ана Қазақстанға ақшаны салып жібересің ғой. Иногда жылағым келетін ғой. Не үшін білесің ба?
вроде обедте ғана сенде ақша болды, Кешке Қазақстанға кешке жоқ, бірақ ана бір самса жегің келеді, А, бір пирожки жегің артық келеді, жоқ. жоқ ақша вообще. А, Бірақ сен күніге жұмысқа шығасың да. а. Соның арқасында әйтеуір өзіміздің нәпсіміз тиіп жұмыс істеп 18-17 миллион бір нәрсе, 800 бір нәрсе теңгені, короче, бір жылдан аса уақытта жауып тастадым. Кредитін қалай жаптым? Ұлан жүрді ғой соңғы кезде мен қасымда. Иә. 2 ай 3 ай ұланмен тұрды сен туған інің. Ұлан көрді ғой қалай жұмыс істейтінімді. Сөйтіп майда стройкада жұмыс істеймін, уже бір жыл болып болған. Бір жылға жақын уақыт, майдың уақыты, май айы ғой, мамыр айы. Сөйтіп күніге, короче, өзімнен өзім сторис салып жүремін ғой, машиналардың стористарын, Инстаграмға. Сөйтіп бір кісіге, бір клиентке бір К3 сатып жіберемін ғой. Уже бірақ өзің қара жұмыс істеп жүрсің. Қара жұмыс істеп жүрмін, короче. Сөйтем мына үстінен түскен пайданы көремін, услугамды аламын, сөйтем мынамен айналысуға болады екен деген ой келеді. Басында негізі Кореяға барған кезде машина туралы бір нәрсе экспорттау, короче, вообще миға кіріп шықпайды. Почему? Потому что Қазақстанда кішкене қарыздарың қысып жатыр. Қаяқтағы машина күнделікті ақша жіберіп отыру керексің. Үйге күнделікті ақша жіберіп отыру үшін, чтобы сен кредиттеріңді жауып отыру үшін, қарыздарыңды беріп отыру үшін. Кейіннен кішкене арқадан жүк түсті, орнына келе бастағаннан кейін уже сол нәрселер ойға келіп жүрді ғой. Сөйтіп бір машина сатам, мамыр айында бір К3 сатам, К3 бізде по-моему қандай машина екенін білмедім, К3. Сөйтіп Қазақстан мен Корея екеуінің арасында сумма қанша рөл ойнайды? Мысалға 30-40% кейін экономить етуге болады. Мысалы условно бір Қазақстанда бір 10 миллион теңге тұрса К3, ана жақта 7 миллион. Егер Кореядан алсаң 7 миллионға түседі, иә? Сол, по-моему, сол К3 деген машина, бізде де тура сол машина бар, бірақ атауы басқа. Церато. Церато мысалға 22-23 жылы Церато орын қазір 10 миллион үстіне тұрады ғой. Ал ол жақтан алатын 7,5 8 миллионға ол келуімен қазаққа растаможкасы қазақ қылуымен полностью сонда бір 2-3 миллион теңге экономить етуге болады ғой. Сөйтіп жазын бірінші июнь ғой, июнь айы ғой. Июнь айында бір Соната саттым. Ол жақтан нормальный кішкене пайда көрдім. Енді ассортимент көп қой машинаның. Ходовой қандай машиналар болды, которые сендер постоянно сататын и рабочий машина дейді ғой, которые ақша келетін саған. Топ-3 машина ма? Иә, топ-3 машина. Қазір К5. К5. К5 именно 2011-ден, 2011 жылғы К5, 2011-ден 2015-ке шыққан К5-тер. Солар ең пирожки. Акелдің сыра сатылды. Біреу естиді ма, сыбыс естиді ма, болды сатылады ғой, короче. Андай К5 тұр екен ғой, сенде деп звондайды клиенттердер. Екінші Грандеур. HG деген. 2011-ден, тоже 2016-ға дейін шыққан. Сол буын. Тоже пирожки. Жақсы деді. Ұшады, қазақтар жақсы көреді прям. Қазір Камриді алмастырып отыр сол машинаға. Үшінші К7, К7. Ол қай жылғылары? Тоже 2012-ден 2015-16-ға дейін шыққан буыны. Тоже өте мықты өтеді. Соната. Тура солай. Жақсы өтеді. Бізде негізі нарықта, қазір Қазақстан нарықта 10 миллионға дейінгі Кореядан келіп отқан машиналар өте қатты өтеді ғой. Өте жақсы өтеді. Грандеур бағана IG менімен жүрген. Тапсырыс берген сәттен бастап қолына жету уақыт қанша уақытта жетеді? 35-40 күн ғой. 35-40 күн. Ақшасын қалай аударады? Бірінші, енді көп клиенттер сұрап жатады. Осы жерде қысқа нұсқа жауап беріп жіберейік. Жалпы процесс түсіндіріп кетсем, мысалы клиент жазады, алам дейді, ұнайды, звондайды, немесе жазады. Мысалға мынандай машина керек деп, біз ол кісіге 3-4 вариантын жібереміз. Ол аукционнан болсын, или болмаса дилерлардан болсын, жақсы вариант, соғылмаған, ұрылмаған, боялмаған деген сияқты өзінің клиенттің өзінің талабына қарай да, сұранысына қарай машиналарды жібереміз. Соның ішінен бір машинаны таңдайды. Мысалы мынау деп, сосын барып таңдағаннан кейін $500 задаток жібереді. Одан кейін біздің балалар барып осмотр жасайды, полностью тексереді. Боялған, ұрылған, замена болған, ауысқан деталь бар ма, жоқ па деген сияқты. Одан кейін барып клиенттің өзіне жібереміз. Клиенттің өзіне жібергеннен кейін полностью машинаны көрсетеміз.
барлығы видеозвонокпен видеозвонокпен одан кейін отчет, видео отчет, обзор, барлық сурет барлығын жібереміз. Одан кейін барып клиент болды аламын десе до Алматысы, Алматыға дейін санап береміз. Яғни машинаның суммасы, доставкасы және біздің услуга. Сол үшеуін қосып санап береміз, сол ақшасын төлейді. Наличка болса наличка, Каспиге болса Каспиге аударып деген сияқты. Кейін договор керек болса договор заключить етеміз. Одан кейін барып машинаны сатып аламыз, біздің стоянкаға келеді и бірінші погрузкамен кетеді ғой. Аптасына бізде либо понедельник, болмаса суббота күндері погрузка. Аптасына 2 рет погрузка. 2 рет болады, аптаның басында, аяғында. Инчоннан саласыңдар машинаны? Машинаны инчоннан саламыз. Инчонда шоринг деп аталады. Шоринг. Шоринг деген яғни машиналарды артатын жер. Контейнерге артатын жер. Біз қазір жұмыс істеп жатқан қырғыз ағайындар шоринг бар, сол жерден саламыз, басамыз, сол жерден шығады да, артылғаннан кейін ол портқа келіп тұрады, Кореян порты, сол біздің Инчон қаласының порты. Сол порттан Қытайға примерно бір суткада келеді. Бір суткада келеді. Бір суткадан кейін Қытайда Ляньюнган деген порт бар. Ляньюнган деген портта машина тұрады и бірінші составқа ілінеді ғой. Өйткені сол жерде біздің логистикамен айналысатын компания өздері солай условия жасап қойған бізге. Келеді, 2-3 күн тұрады, 2-3 күннен кейін сразу Алматыға бері жолға шығады. Таралға тиеп, немен? Пойызбен. Сразу пойызбен, яғни сол порттан Ляньюнганмен, содан бастап Алматыға дейін бірақ кіріп кетеді. Алматыға дейін бірақ кіреді, таққанса. Кейбір кезде болып қалады, енді 35-40 күн емес, бірақ кешігулер болады. Енді машинаны сіз Астанадан или болмаса Ақтаудан алдырып жатқан жоқсыз, Кореядан алдырып жатыр, жол болғаннан кейін ол болады анасының арасында. 5 күнге, 10 күнге, бір аптаға кешігулер болады. Бірақ ондай кезде клиенттерге айтамыз, түсіндіріп айтамыз жағдайды деген сияқты. Иногда бір клиенттер қалып кетеді, енді арасында түсіндірілмей қалатын ше. Бірақ енді бізде запрос көп, объем көп, кейбір кезде ұмытып кететін жағдай болады. Бірақ енді кешірім сұрап, кейін келгеннен кейін бір жеңілдігін жасап деген сияқты сондай нәрсе жасап береміз. Алматыға келген соң яғни СФХ-да өзі келіп клиент алып кетеді. Иә, СФХ келгеннен кейін біз брокер, өзіміздің компанияда брокер бар, жұмыс жасайтын. Сол брокермен прямой тілдестіреміз, яғни бір группа чат ашамыз, сол группада өздері машиналар растамаж ететін болады. Үлгермей жатқан кезде өзім де кірсем, растаможкасынан жүгіремін деген сияқты. Тем более қазір растаможка өте қиындап жіберді Қазақстан. Бұрын мысалға 2 күнде шығаратын машинаны СФХ-дан. Қазір жаңа жылдан өте қатты қиын болып қалды, 2025 жыл. Өткенде бір айлап тұрған машиналар бар СФХ-да. Шыны керек ше. Бір айлап тұрып қалды, өйткені лаборатория обязаловка кіріп қалды. Лаборатория апару керек деген сияқты. Кореяда 3 жыл жүрдің, 3 жылдың ішінде кәріс тілін қалай? Қаншалықты деңгейде меңгере алдың? Кәріс тілін енді прям қатты меңгердім деп айта алмаймын, бірақ рабочий тіл дейді ғой. Түсінесің. Бытовой. Бытовой сөздерді үйреніп алдым. Әкел, бер, барып қайт деген сияқты. Өзіңнің жұмысыңа мысалға керек сөздер болады. Өзің үшін үйренесің ғой, өзің үшін ше. Өйткені кәріс тілін білмесең жұмысқа тұру өте қиын. Хоть сен визаң болмаса да, кәріс тілін мықты біліп тұрсаң, сен бірінші жұмысқа кетесің ғой. Ал кәріс тілін білмесең, сен сөйлесіп отырып ақ, ана арбайтта сөйлесіп отырып. Жалпы кәрістермен партнер болған қалай екен негізі? Кәрістермен партнер болған машина аласыңдар, сөйлесесіңдер, ақша айырбастайсыңдар. Ақша жібереміз, ақша айырбастаймыз былай енді. Соған компаниясы арқылы 2 жылдан асып кетті ғой. Кәрістермен жұмыс жасап жатқанымызға. Өте андай не халық қой. Ақ көңіл халық қой негізі кәріс. Адамға деген арам ой жоқ. Кейбір моменттер болып қалады мысалға. Аукционнан мысалы ұтып алынған машинаны сен клиент отказ беріп қалса, сатып алу керексің. Өзіміз Саджан бар. Саджанға звондап айтасың, осыны болды Ернұр дейді, сатып алып қойды өзі. Сосын бір 5-6 күнде ақшасын қайтадан алдына қойып қойсам болды. Уступкаға барасың. Уступкаға, иә. Өйткені сен енді олармен сотрудничество, бірге партнерство жасап жатқаннан кейін, жұмыс жасап жатқаннан кейін ондай болады арасында. Негізі Кореяда тұрып көрдік қой, көп уақыт болмаса да енді бір мәдениет жағы өте мықты, көшенің тазалығы, адамдарға сый құрметі, яғни бір жерден сағатың шешіп қалдырып кетсең, ақша жоғалтсаң деген сияқты бір табу оңай яғни. Даже сенесің, Самат, андай
айтып отырмын ғой, Кореяда ешкім шаруасы жоқ қой, өзің тұрдың ғой. Иә. Кәріспен ешкім, сен құлап жатсың ба, көтеріліп жатсың ба, сүрініп жатсың ба, жылап жатсың ба, Эмоционалдық халық қой өздері. андай ешкім шаруасы жоқ та. Сен артынан өсек, анау мынау деген мүлдем жоқ ол кәрістерде ше. Оға андай жат нәрсе да Кореяда кәрістерге. И сен затың қалып кетсе, алып кету, ұрлап кету деген қайта біздің сол жақта жүрген балалар ше. Сондай андай нелерге түсіп жатады ғой, өздерінен өздері ше. Қайта кәрістер ондайға жоқ мүлдем. Телефонды ұмытып кеттің, бір жерде қалдырып кеттің ғой, сол жерге барсаң, либо сол жерде магазин ішінде тұрады телефон, или сол жерде бір кісіде тұрады. Сол элементарно бензин құямын ғой машинаға. Картамды өмір ұмытып кетемін ғой. Барсаң сол жерден қайтып береді картаңды ше, мысалға. Даже элементарно өзім машинаға вообще құлттамайсың ғой сен. Мүлдем ашық жата береді ғой. Ішінде ақша тола жатады мысалға ше. Тиіспейді ешкім. Ешкім тиіспейді. Шаруасы жоқ. Андай бір көшеде бір камера түсіріп тұр деген сияқты HSG бір бөлек бір жазу болатын еді ғой, TV не ғой, бір сондай бір жазу болады, что сені соға дейін ескертеді ғой, камера түсіріп тұр жан жақтан деген сияқты да. Енді бір қиылыстың өзінде 15 камера тұрады, круговой 360 градус түсіреді. Еще оны бір ескертулер болады, то что именно осы жерде камера сені түсіріп тұр деген сияқты, андай ескертулер деген сияқты. Енді жалпы соңғы 1 жыл немесе 2 жыл болды жалпы компанияларыңа. 2 жылдың ішінде неше машина саттыңдар, қай елдерге саттыңдар, компания жалпы қандай обороттар жасады, сол жайлы айта кетсең? Компанияның обороты жалпы қандай қызықтар болды осы бір машина сферасында? Почти 2 жыл айналысып отырмыз ғой қазір. Машина бір жерде там, яғни бір болады ғой, бір артқан кезде сынып кетіп бір-бірімізді басып қалып жоғалып кетеді. Құдайға шүкір, сондай бір қандай бір форс-мажор факап дейді ондай бір. Құдайға шүкір ондай нәрсе әлі болған жоқ, болмай ақ та қойсын. Бірақ таныс жігіттерімде болды, бірақ оның бәрін логистика компания өздері расходтарын жауап береді. Бізде енді ондай прям ондай нәрсе болған жоқ, бірақ кейбір кезде машиналар сырылып келген кездер болды, моменттер ше. Олардың бәрін өзіміздің мойнымызға аламыз. Мен клиенттерге айтамын, машина видеода қалай болды? Видео обзор жібереміз ғой, тексерілген бәрін. Ертең келген кезде сондай болмайтын болса, мен сіздерге үстіне 100-200 мың теңге компенсацияларыңыз бар, қосып машиналарды сатып аламын, обратно ақшаларыңызды қайтарып беремін, или болмаса сол жерде жасап беремін. Өзінен қайтадан клиент сатып аласың. Солай келісеміз клиенттермен. И осы күнге дейін болды сырылған машиналар, мысалы, олардың бәрін жасап бердік. 2-3 машина болды. Крылосыз сырылып қалады, бампер сырылып қалады, жол болғаннан кейін білмейсің, контейнердің ішіне келеді. Сен контейнердің ішіне отпайсың, қарап болған бәрін ұстап деген сияқты. Келгеннен кейін сондай кішкене нелер болып жататын, бірақ логистика, бағана шуринг деп айтамыз, солар өздері көмектесіп жібереді. Мен ортадан ақша шығарып жіберемін деген сияқты. Солай клиенттің главный разылығын алу үшін ертеңін бізге қайта качествоға жұмыс. Ертең мысалы бір кісіге бір машина алып бердік па, содан біз хотя бы 3-4 мысалы машина клиент алуымыз керек қой, былайша айтқан кезде. Сондай жағынан жұмыс жасаймыз. Былай санағансыздар ма жалпы 2 жылдың ішінде қанша клиентский база, өте көп, қанша сатылым, өте көп. Қазірдің өзінде бізде 2 группа бар ғой, WhatsApp-та. 2000-нан аса адам бар. Сол жақта отырады. Группада, WhatsApp группада 2000 иногда жауап беріп үлгере алмай қаламыз. Почему? Бірінші жауап берген адам астына түсіп кетеді. WhatsApp-та болды, ол кісі енді оған жетем деген таң атады ше. Шыны керек. И бір күнде сол 3-4 машина максимум алатынбыз. Одан ары қарай уже үлгере алмай кетесің, или болмаса уже бір контейнерге қанша машина сыйдырып? 4 машина, максимум 4 машина. 4-ке толмаса күтесіңдер, мысалы екеу обязательно толады. Толмай бара жатса, енді сол жерде айналып жүрген өзіміздің достарымыз бар машинамен. Солардың бір машинасын аласың, оларда да бір толмай тұрған контейнері болады деген сияқты. Соларға қосып жіберіп. Солайынан әкеле бересің бір қарай. Түсінікті. Енді жалпы машина саласында жүрсің ғой 2 жылдан бері. Қазір машиналар Грузиядан келіп жатады, там Кореядан келеді, Америкадан келеді, тағы қай жақтан келеді бізде машиналар? Қытайдан келеді. Қытайдан келеді. Ең тиімді жақ ол Кореяда, қателеспесем. Корея не үшін тиімді? Потому что Кореяда машиналар свежий келеді. Состояниесі жақсы келеді ғой? Состояниесі өте жақсы келеді. И ол жақта сенде таңдау бар. Ал Грузияға қазір кіріп жатқан машиналар, Дубайдың аукционынан алынып жатқан машиналар көріп отырық қой. Ұрылған машиналар только. Битый машиналар сен сол жақта жөндетіп сөйтіп алып шығасың. Или болмаса Грузияға, Америкадан келіп жатқан, аукционнан келіп жатқан машиналар бәрі битый машиналар. Олар Грузияға өздері алып келеді, сол жерден грузиндар өздері жөндеп, жақсылап, істеп, китайский сплиттер дейді, обвес дейді, сондайларын салады да, вид жасайды, сатып жатыр.
А Кореяда ондай жоқ. Кореяда таңдау бар. Хочешь битый машина алып береміз, хочешь заводской краска машина алып береміз деген сияқты. Салоннан да? Иә. Хочешь вообще без пробега машина алып береміз. Сол сияқты ғой. И баға жағынан келетін болсақ, Корея қазіргі таңда нарықта ең арзан машиналар Кореяда болып тұр. Андай бір статистика бар ма, яғни бір айда немесе бір жылда Қазақстанға қанша штук количество машина Біздің өзіміз мысалы бір айда жоқ деген кезде 5-6 контейнер кіргіземіз. Яғни 25-30 машина. 25-30 машина кіргіземіз. Бір компанияға. Мен досым бар. Олар вообще бір айда 10-15 контейнерге кіргізеді. Ал енді Кореяда қазір қаншама адам бар жұмыс жасап жатқан. Анау Кореяның өзіміздің автобазар деген группамыз бар. Сол жақтың өзінде бір 300 адам отырады ғой. Олар мысалы қанша машина жіберіп жатыр. Қазір жақсы. Қазақстанда бұрынғы бағанағы Audi Passаттар жаңарып жатыр ғой, былайша айтқан кезде. Қазір Алматыда байқамайсың, көп уже ондай машиналар жоқ. Уже олардың орнын бағана K5 Grandeuro'лар басып жатыр. Болмаса Чанган, бағана Қытайдан келіп жатқан машиналар. Mercedes 124-тер кетіп жатыр. Жоқ, уже көрмейсің, редко көресің. Тура Кореядан келдім, Кореяда вообще көрмейсің ондай машина. Жоқ қой. Жоқ қой. Көріп қалсаң ана бір BMW ескі, мықты BMW кетіп барады, көріп қалсаң жылы көзге ыстық көрінеді ғой. Қазақстан тура солай болып тұр ғой. Бір ескі машина көріп қалсаң, либо болмаса оның бір кісі мал базардан мал басып айдап кетіп барады, рабочий машина болып қалды ғой, былайша айтқан кезде. Ол кісілердің қазір үйінде бір қонаққа или күнделікті қалаға мініп шығатын бөлек машиналар бар да уже. Қазір Аллаға шүкір халықтың да жағдайы жақсы болып жатыр ғой. Машина өздеріне позволять етеді да уже. Рұқсат ете алады. Жаңа машина алуға. Жалпы бір осы бизнес істеп жатсың, автобизнесі, яғни ең арзан сатылған машина қандай болды, ең қымбат сатылған машина қандай болды? Негізі ең төмені мен ең жоғарыға халықтың несіне қарай жұмыс жасай береміз ғой Қазақстанға. Мен өзім жеке өзім практикамда ең арзан машина болып, по-моему, Саната, YF деген Саната бар. 2011-12 жылдар шыққан. Сонда қанша миллион болды, теңгемен қанша теңге болды? Примерно до Алматы 2,5 миллион теңге алып бергенбіз. Ең арзан Алматыға дейін ең арзан. Оның ішінде машинаның бағасы бар. $2200 доставкасы бар. Еще біздің услуга бар. Сонда машина бір 700 мыңға ма алып тұрық қой. Ең арзан машина сол. Ең қымбат машина осы күзде алып келген Урус, Lamborghini Урус, Performante, жасыл цвет, салатовый цвет жүр ғой. Соны алып келдім. $377. Теңгемен шаққанда 150-160. Сол кездің курсымен 182 миллион теңге болады. $377. Оға дейін де жібердік қой. Бірақ Lamborghini Урус ең қымбат чекқа сатылған. Оның Геленвагенді жібердік. BMW-ларды жіберіп жатырмыз Россияға, мысалы қанша. Россиямен жұмыс жасаймыз ғой. Россияға да жібердік, Қазақстанға да алып келіп жатырмыз қымбат машиналар. Қазақстанға именно еще Таразға алып келген, ең қымбат Таразда жүрді. Жаңағы Урус. И самый приятный, енді қалада кешкісін Таразда балалармен тұрасың ғой. Урус кетіп баратады ғой. Мынаны мен алып келгенмін деп айтасың, смело. Мен Кореядан таңдап келген деп. Лично өзім алып келгенмін депші. Жалпы Кореяда тұрдық қой, аз да болса, бірақ анау тамақтары жақсы, ұнайтын. Яғни қатты бір майлы емес, енді бізде майлы ауыр тамақтар өте көп қой. Енді ол теңіз болғандықтан жан-жағының барлығы, яғни морепродукттар, қатты етті, хого дейді ғой, қатты майға шылқылдатпайды деген сияқты. Корея кәрістердің, хангуктардың тамақтары. Кухнялары, Кореян кухнясы бүкіл әлемде бар. Былайша айтқан кезде наркотик қой. Рамена бар ғой. Ананы күніне 3 рет жесең де рамен ше без конца жей болады ғой. Андай шығып кетпейсің ғой раменнан. Біздің ең шығында өзіміздің рамен жейтін жер бар. Кәріс кісі ғой. Даже магазиннен жесең де дәмді ғой. Магазиннен жесең сол жерде отырып жеп аласың. Анау кәріс кісі дайындап береді бізге ше. Енді ояқта шошқа жейді ғой көбінесе кәрістер. Өйткені шошқа қарсаң, тәтті бола ма, еттер білмеймін ғой, шошқа жеп көрмегенмін өзім. Енді құдай өзі кешірсін, стройкада может алданып жеп қалмасақ әйтеуір ше, олайдан жеп көрмеген. Тежеговый овсая деген кезде жеп. Ана жерге барасың, кәріс кісі ғой, хангук кісі, жас жігіт, или жас емес ғой, кәрістерден жас көрінеді ғой. Бірақ енді бір 45-50-ге таяп қалған кісі ғой. Кірген кезде салам алейкум деп күтіп алады, сен кәдімгі амандасады, кәдімгі мұсылманша. И бізге басқа прибор қояды всегда. Даже анау кесетін пышақтары, вилкалары бөлек.
анау шошқаның етін кескен араласпайды вообще бөлек істеп қойды өйткені балалар сөйтіп үйретіп қойған постоянно. Негізі ол жерге халықтардың өзі редко барады ше. Барсаң арабтар, қазақтар, қырғыздар, өзіміздің ағайындар толып отырады. Негізі сенген адамдар өте көп, қазақ, өзбек, қырғыз, тәжік, түркмен. Соңғы соғыстан кейін даже Украина мен Россиядан кейін орыстар вообще қаптап кетті. Өте көп болып кетті. Даже орыстардың бір райондар бар еді ғой. Қайран, Сададжи емес е? Садан жүр ғой сол Россия, Қазақстан деп айтады ғой сол жерде барсаң. Көшелерінде орысша жазулар көресің. Карго деп тұрады, магазин деп. Барсаң сол жерде сөйтіп жазып тұрады. Макси чай ішіп, дизи ішіп жүре бересің ғой кәдімгідей. Кейбір магазинге бір жин шағып. Олан туған інім ғой, Корея тұрып келген. Бір магазинге кіреді, бір өзбектердің магазині, кәдімгі джин, горилла, дизи тұр. Горилла, дизи. Кәдімгі Қазақстандағы бар. Біз жүрген кезде горилла, дизи енді көп етін ше. Кейіннен кейін макси чай келеді ғой. Өздерінің бір энергетиктар бар еді, 1+1-мен сататын. Хот джи ме еді? Хот дейтін бір энергетиктар көп Red Bullға ұқсайтын. Ол жақта көбінесе еще магазиндер андай ғой. Мысалы бізде әр магазинде баға әртүрлі ғой. Ол жақта бір баға ғой. Енді бізде бір бастық болатын енді, Паджан. Бізді теңіздің ар жағындалар деп айтады жаңағындай. Бенгук сарам деп ше. Теңіздің ар жағындағылар деп. Енді олар үйренетін нәрселеріміз өте көп, кәрістерден жалпы. Бүкіл өндірістің барлығын өз-өздеріне өндіреді, ешкімнен сатып алмайды. LG әлемге танымал, LG бар, Samsung бар, Hyundai, Kia, өздерінің жаңағы K-pop группаларымен танымал, қанша экономика ақша түсіреді, одан кейін жаңағы корейский кухняларымен танымал, бүкіл әлемде бар десек те болады. Былайша қарап тұрсаң, Кореядан мысалы қазір өздерінің импорттарында не бар? Әлемде экспорт бәрі сол ғой. Медицина дамып кеткен. Тамақ жағы болсын, продукты жағы болсын, лотто емес, бала кезден білем лотто. Дизайн жағына жаңағы фэшн не дейді ғой, киім. Даже элементарно лотто бар ғой. Бағана біздің қазір Қазақстан шоколад сатып алды, 80. Рахат компаниясы сатып алған еді лотто, бір какой-то процент акциясын сатып алды. Сол лоттоны мен бала кезден білемін, мысалы, өйткені мен шоколад компьютердің артынан көретін сол компанияны. Hyundai қазір айтып отыр, Японияда Camry, Toyotаны өте Hyundai Kia осы кетті страшно. 20-30 жылға қалдырып кеткен. Даже мәдениет жағынан алатын болсам да, K-pop. Қазақстанда жастардың бәрі K-pop, одан кейін дорама көргіш қой. Дорама көріп отырып, рамен жейді ма? Рамен жейді. Ноутбугі Samsung ба? Ноутбугі Samsung, LG. Мен білмейтін LG-ді, мен не деп ойлайтын? Америкадан деп ойлайтын. Өйткені Life's Good деп тұрады всегда. Мен ағылшындардікі деп ойлайтын, американғы деп сөйтсем, ол таза кәдімгі кәрістер деген. Одан кейін Кореяға барып көрдік қой. LG заводта бір күн жұмыс істегенбіз ғой. Сол кезде көрдік. Вообще Қазақстан мен Кореяны салыстыратын болсаң, Қазақстан жамандамаймын енді тәуелсіздігін енді алып өсіп келе жатқан мемлекет қой, қарқынды түрде өсіп келе жатқан мемлекет өзіміз Қазақстан, Аллаға шүкір. Бірақ Корея мен Қазақстанды салыстыратын болсаң, Корея бір 2050 жылда жүр ғой. В данный момент өйткені дамып кеткен, заң жұмыс жасайды, заңға бағынады. Одан кейін бір қалада бір ары кетсе бір 4-5 патрульный машина болады. ГАИ деген жоқ, мысалы сен келіп тоқтата алмайды, мысалы сол сияқты да. Бір жақсы жер сол да ол жақта. И содан кейін ғой біз емін еркін нелегал болады ғой қазақтардың бәрі нелегал жүреді ғой. Жұмыс істеп. Жуан жасатқандар енді жасатады визасын. А так нелегал жүріп мысалы машинаны бір ұсталмады ғой. Өйткені нарушать етпесең болды. Жоқ, бір жақсы Кореяда енді көбісі сенбейді, айтсаң, бір зарплатаңа бір машина аласың ғой. Иә, бір ай жұмыс жасайсың да, 3,5 миллион 4 миллион вон шығады. Сөйтіп барасың да 3,5 миллион емес, 2 миллион дерсік санатта мініп алсаң, 2010 жылғы 2008 жылғы газбен 2 литр зыңдай мініп аласың. Полный тонированный жұмысқа барып кетіп 100%. Мен 35 Camry'м бар еді Кореяда, бірақ штук. Басқа 35 Camry ешкімде көрмеген. 79 пробегпен алғам соны ше. Заводской краска. Сол Camry'мді 100% ұрып алғам, полный, ішінде кім отырған көрінбейді. Мысалы сол кезде мысалы кеп полиция қызметкерлері кеп тоқтатса болады. Сен кімсің деген сияқты. Анау машина қазақтың атында тұр еще. Қазақтың атын оформып кеткен жоқ, ондай жоқ қой. Главное нарушать етіп жатқан жоқсың ба? Болды. Шана көшелердің правилары бар еді, мына саған қызыл жанады, егер мына поворот бұрылсаң,
жайлап қарап тұрасың да, өтіп кете бересің қоңыр оңға өзің всегда қызыл жанып тұрса да оңға бұрыла бересің. ошондо бір сплошной кесе салат, бір Аха. ол жаққа бір Ондай просима сияқты немесе, бір қатты и бір ол жақта что выгодно мысалға, менің түсінігім бойынша кадрды, полицияда кадрды азайтып тастағанда, камераны көбейткенде государствоға қайта ақша түскен пайда ғой ол жақта. Мысалға сен штрафын төлейсің, штрафтар да ондай қымбат емес қой. Біздің мысалға айына 3,5 миллион 4 миллион тапса, айына соның бір 60 мың воны мысалға может штраф келуі мүмкін да. 60 мың вон. Біздегідей емес та, 150 мың 200 мың айлық аласың да, соны 100 мың теңге штраф төлейсің, жартысын ше, ондай жоқ. 20 мың вон, 10 мың вон, 15 мың вон ғой штрафтары. Бір қазақ кісі болатын, атын ұмытып қалдым. 8 жылдан бері ме сол жақта тұрады. Енді кәші таза біледі. Андайда қазақтар көріп жатамыз ғой. Хангучкаға, этничкаға үйленіп жататын. Кәрістерге, жаңағыдай кореянкаларға. Енді көбісінің мақсаты не ғой? Махаббат деп айта алмаймын ғой. Виза алу, енді андай ғой. Басында Кореяға барған кезде мен қарыздан құтылсам болды, қайтамын дейтін ғой. Жалпы Кореяға барған сендегі мақсат қарыз, кредит жабу. Енді шетелге көп адамдар сол еркінен шықпайды, сол қарыз жабу, кредит жабу, капитал жинау, первенчалық жаңағы квартира алу, машина алу, үйлену деген ойымда бар ғой, капитал жинау, квартира алу деген ой жоқ. Тек қарыз жабу. Тек қарыз жабам болды. Өйткені мен Кореяға кетіп бардым. Мен өзім балам 5 жылдан дүниеге келген ғой. Балам туылды, 3 айында ұшып кеттім. Балам қимай кәдімгі. 5 жыл күтесің балаң кәдімгі дүниеге келеді, сөйтесің, сен кетіп қаласың еще кішкентай кезінде. 3 айлығында кетіп қалдым. Ойымның бәрі қарыз жабу, обратно артқа қайту болды. Қаржым жоқ болсам болды, дальше Қазақстанға келіп бір нәрсе істеймін деген. Кейін балаларға айтатын, мен болды осы күзде қайтам, 1 жыл жұмыс жасаймын, ровно қарыздан құтыламын, қалай құтыламын солай қайтамын. Күлетін бәрі. Бізде сөйтіп келгенбіз, жүргенімізге 6 жыл болды, 7 жыл болды. Жоқ, жауып қойған қарыздарын енді. Бірақ жүре бересің ғой. Қызық қой Корея деген, страшно. Корея жібермейді ғой сені. Бір кірдің ба, ол жібермейді. Мен и то 2 жыл кейіннен әйелім айтады, сен 1 жыл деп кетіп едің ғой. Қайт, мама звондайды күніге. Қашан қайтасың депші. Міне көктемде қайтам, міне жазда қайтам депші. Сөйтіп өтіп кетті. Сөйтіп почти өтіп кеткен. 2,5 жылдан аса уақыт өтіп кеткен. Сөйтіп жүріп Корея жібермейді сені. Өйткені басында қиын болады. Сол қиыншылықтан өтіп алсаң, адаптация ғой. Болды, адаптация. Негізі любой елге шыққан кезде бір тамағына үйренбейсің, погодасына, адамдарына, жұмысқа, елің сағынып, андай да бір моменттер болады. Не үшін келдім? Бекер келдім деген сияқты. Жүре беру керек еді елде. И ол кезде Кореяда жүрген кезде, басында жүрген кезде Қазақстан бізге зона комфорта болды ғой. А кейіннен кейін уже Корея зона комфорта болып кетеді. Сол жаққа үйреніп қаласың. Сол жаққа үйреніп қаласың. Сол жақтың тұрмыс тіршілігіне үйреніп қаласың, ақшасын, табысына, енді андай барып тұрғаннан кейін сен білесің, Кореядан кететін болсаң, ол қайтып кіре алмайсың енді. 5 жыл, 6 жыл, может 10 жыл білмейсің ғой. Депорт аласың. Ана келгеннен кейін максимально анау возможность пайдаланғың келеді ғой. Содан кейін шықсаң қайтып кіре алмайтынын біліп тұрасың. Шықсаң қайтып кіре алмайтынын біліп тұрасың. И содан максимально. И ана пландар шыға береді ғой. Адамда қанағат жоқ қой, адамға ештеңе жақпайды ғой негізі. Мен айтатын, стройка қарыздарым жауып алдым. Енді қарыздар жабылғанын елде күтіп жүр ғой, енді семьям күтіп жүр, қашан қайтасың. Қазір бір машина алайын, қайтамын. Кейін өзіме машина алдым, қазір ініме машина алайын, қайтамын. Машина алдым ініме, одан кейін бір үй алайын, қайтамын. Сонымен жүре бересің. Салон ашып алайын. Енді қазір бір оборот қойып алайын, Қазақстан келгеннен кейін қайтадан кредитке кіруге желание жоқ. Дайын нәрсеге келейін деп. Сөйтіп жүріп әйтеуір алға шүк, бұрын қарасам машина әжептәуір жиналып қалған, оборот бар уже. Содан кейін барып уже іштей сезім уже болды, нормально қайтуға болады екен, смело. Енді көп қазақтар басында Кореяға қара жұмысқа барып жатады. Кейіннен еті тірі пысық кәсіпке икемі бар адамдар жаңағыдай машинамен айналысып кетеді, біреу косметика жіберіп жатады, біреу телефон жіберіп жатады, біреу запчасть жібереді. Сонда бір бизнестермен айналысып кетіп жатады әйтеуір қазақтар. Енді ең көп байқағаным, енді оңтүстіктің елдері ол жақта көп Кореяда. Кентау, Шымкент, Түркістан, ең көп. Тараздікілер де соңғы кезде көбейіп кетті. Тараздың жігіттері. Алматыда көп тоже, Алматының балалары. Мен әлі бір Ақтаудан, батыс жақтан адам кездестірмедім ол жақта ше. Көкшетаудан кездестірген шок болып қалдым, бір баланы ше. Көкшетаудан да бар, алдында бізде бір клиент яғни кетаға неге тапсырды, сонымен Корея енді есіп жатырмын дейді да, жұрттар. Кореяда жұмыс істеп бітіріп,
қайтып жатса енді барайын деп жатады дейді. Енді қазіргі Корея туралы не дейсің жалпы? Дәл қазіргі сәтте бару стоит либо не стоит деген сияқты да? Стоит қой Кореяға, всегда баруға стоит. Вообще негізі адам баласы, енді біздің қазақтар шетелге бір рет шығып келсе көз қарасы бәрі өзгереді. Өмірге деген үйреніп келетін нәрселеріміз өте көп. Өте көп. Кореядан үйреніп келетін нәрселер өте көп. Кореяға всегда баруға стоит. Мен енді андай бір қуанам, если честно, бар ғой, бір 18 миллион теңге қарызым болғанда ше. Қазақстанда жүре алмайтын дейсің. Қазақстанда қарызым жүре беретін едім, бір уровеньда ше. Банкте біреуге жұмыс жасап жүре беретін едім. Ал сол кезде 18 миллион қарызым болмағанда мен Аллаға шүкір деп айтамын, сол болғанына қайдаш. Қайыр деп айтады. Любой кез келген нәрсенің өзінің бір қайыры бар деп айтады. Тура солай болды ғой. Кореяға бардық, қара жұмыс істедік, бәрін көрдік қой. Аштықты да, тоқтықты да, күлкіні де, жыладық та, мысалы ше. Бәрін көрдік қой. Кішкентай даже стройкада істеп жүрген кезде маған қытайлардың районында тұрдым дедім ғой. На такой істемен келіп үйде шаршап ұйықтап жатасың ғой. Оқтан таракан деген бірінші этажда болезнь ғой, білесің ғой, үйде. Өйтіп қолыңды жүгіріп жүреді, ұйықтап жатсың ше. Яғни на такой сен ұйықтағанын, ұйқыңды қимайсың ғой. Өйткені саған қазір таңғы 5-те тұрып жұмысқа кету керек. Жүре берсінші дейсің ғой, таракан үстінде шығып оданша ше. Жеп қоймайды ғой ақыры дейсің да, короче. Жата бересің ғой. Сондай моменттер өттік қой, мысалға ше. Оның бәрі өмірдің сынағы. Аллаға шүкір сол нәрсені өттік. Аман есен, мысалы Кореяға барып напақа табамыз, ақша табамыз, жағдай жасаймыз деп оралмай қалып жатқан жігіттер бар. Марқұм болып кеткен кісілер де бар мысалға. Аллаға шүкір Кореяға бардық. Аман есен елге оралдық. Құр қол оралған жоқпыз. Жағдай жасап оралдық. Жалғыз өзіміз емес, отбасымыздың жағдайын жасадық деген сияқты. Болмайтын. Сол 2,5 жыл, 3 жыл мен Қазақстан жүрсем мүмкін ештеңе өзгертпейтін бедім отбасыма деген сияқты. Жалпы сол Кореяға бару жалпы трансформация болды ғой енді. 360 градусқа өзгерді. 360 градусқа, адам қатты өзгертеді ғой Корея. Ерке баланы кәдімгідей орнына қоятын жер ғой. Әке шешесінің ақшасын сорып жүрген балалар барсыншы сол жаққа. Еркек болып көреді ғой. Армия сияқты ғой, былайша айтқан кезде ше. Жалпы кәрістер өздері ерте тұрады ғой, таңғы 5-те далаға шықсаң. Таңғы 5-те тұрсаң, короче, старекстарын от алдырып, бәрі жұмысқа кетіп барады. Кофелерін темекі шегіп, сен күтіп тұрады ғой барсаң. Нені манчи нелерін паруларын аласың да, короче, багажға саласың да. Старекстің артында жатасың да, неге объектке жеткен сен бір ұйықтап аласың. Занмен барып объектке барып жуа деп қоясың. Алға дейтін сөздермен. Алға дейтін. Занмен барып тамақ ішесің ғой ұйықта. Анау шөп шалан жейді олар. Шөп ашты, басын асқазан түсінбейді, короче. Изжога, сол кейінен қайды. Кейінен плов, манты деген жей алмай қалдық қой ше. Жегің де келмейді ғой ше. Анау кәрістің бағана несін жемесең, раменын или кимпабын жемесең тұра алмайсың ғой. Кимпап пен рамен әкетеді ғой, 2 жұмыртқа ішіне жарып жібересің да ше. Түсінікті. Ал Ернұр, көп рахмет, алтындай уақыттарыңды бөліп біздің студиямызға келіп, көрермендер, аудитория жалпы Корея елі жайлы, өзінің бизнесі жайлы толығымен ақпараттармен, пайдалы ақпараттармен бөліскене. Бұйыртса, егер де құрметті көрермен осы подкаст сіздерге қызық болса, комментарий қалдырып, бізге подписка жасап қойыңыз. Бұйыртса, келесі жолда тағы да Корея жайлы қызық выпусктар түсіретін боламыз. Сіздермен мен Самат Серікбай, визу эксперт, және де бүгін біздің қонағымыз Баракат экспорт компаниясының основателі Ернұр. Сіздермен болғаныңызға көптен көп рахмет. Келесі подкастта біздерді күтіңіздер.